Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында фунчоза дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек перец, редька, сәбіз, осылардың бәрін, чеснок, барлығын осылай ұзын-ұзын қылып өткізіп аламыз. Сосын қызып тұрған майымызға етіміз салып, осылай етіміз салып жақсылап пісіріп алатын боламыз. Етіміз сәл қызып жатқан кезде чесногын салып жесек болады. Уже пісе бастағанда түрі осылай өзгереді. Сол кезде чесногын салып жақсылап араластырамыз. Соны редькамызды саламыз. Редькамызды салып, одан кейін сәбізімізді саламыз. Барын теркадан өткіздім осылай. Фунчозаның қамырын алдын ала 5-10 минутқа пісіріп алдым. Пісірмесеңіздер 5 минутқа ыстық суға қайнаған суға салып қойсаңыздар болады. Осылай жақсылап пісе бастаған кезде бетін жауып қоясыздар. Тұзын салсаңыздар болады. Мен еттің тұзы болды, сосын салған жоқпын. Мына піскеннен тура осындай болып шықты. Жақсылап араластырасыздар. Өте дәмді болады. Мына осындай болды.